Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін творожный сыр, сливкиді қажет етпейтін торт жасайтын боламыз. Алда менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен осындай ыдысымыз құрғақ, таза болу керек. Ыдысымызға бөлме температурасында тұрған 5 жұмыртқамызды салып, үстіне 150 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырамыз миксердің көмегімен. Осы жұмыртқалы массамыз 2 есе үлкейгенше жақсылап миксермен араластырып болған соң, үстіне бөлме температурасында тұрған 50 грамм суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, електен өткізілген ұнымызға 110 грамм какао, 40 грамм разрыхитель 10 грамм, бір шай қасық толтырып салсаңыздар болады. Сосын венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Түйіршік ештеңе қалмау керек. Міндетті түрде жақсылап араластырыңыздар. Сосын қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. Мендегі форма 22 диаметрі. Піскенін ағаш таяқшаның көмегімен білеміз. Тыққан кезінде ағаш таяқшамыз құрғақ болып шығу керек. Ендігі кезекте біз крем дайындаймыз. Осындай ыдысымызға 2 жұмыртқа мен қантымыз керек болады. Қант менде 120 грамм, кукурузный крахмал 40 грамм қосамыз. Сосын кішкене ғана осындай сүтімізді құйып, венчиктің көмегімен түйіршігі қалдырмай жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып болған соң, қалған сүтімізді құйып, отқа қойып, үздіксіз араластыра отыра осында қайнағанға шейін ұстаймыз. Сосын кремімізді алып, венчиктің көмегімен 5 минут осылай араластырып тұрамыз, суытып. Сосын бөлме температурасында тұрған сармайымызға, сармай менде 150 грамм, 82-де 5-тегі алсаңыздар, сапалысын алсаңыздар жақсы шығады. Осындай заварной кремімізді аз-аздан сала отыра, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз, басы біріккенше. Осымен біздің креміміз дайын болды. Енді біз тортымызды жинайтын боламыз. Бисквитімізді мен 3 бөлікке бөліп алдым. Осында кальсонымызға салып, ішіне кремімізді салып, қабаттап жинап шығамыз. Барлығын осылай жасап болған соң, тортымызды 2 сағатқа морозильникке немесе бір түнге холодильникке қойсаңыздар болады. Кремін барлығын жақ болған соң, осындай кальцосымен бірге морозильникке сала тұрамын. Енді бетіне шоколадты ганаш дайындайтын боламыз. 60 грамм сармайымызға 100 грамм шоколадты салып, водяной баняда немесе микроволновкада ертіп аламыз. Міндетті түрде кішкене сәл сұйықтау, қоюлау қылыңыз. Менікі сұйықтау болып кетті. Осымен барлығын бетіне жақ болған соң, бір түнге холодильникке салып қоямыз. Бетін мен осында вафельный крошкамен әсемдедім. Вафельный крошканың жасалу жолы мен YouTube каналымда бар. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, өте керемет дәмді болып шықты. Алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді бірінші болып көріңіз келсе, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.